Елімізге 2000 жылдардың басында асау жүрекпен кіріп келген түрік телехикаялары көпшілікті экран басына жинаса, кейде істейтін тірлігімізді де ұмыттырып жіберетін жер бар еді. Қазіргі балалар Марвелдің қахармандарына еліктесе, біз үшін тапаншасынан шыққан оқ дұшпанның миын шашып жіберетін Юсуф Мироғлы балалық кезіміздің қахарманы болып қалды. Сериясы тек қана $1 сатылған асау жүректен кейін түрік телехикаялары теледидар жанкүйерлерінің қазірге дейін ермегі болып қалды. Өтірік айтпа. Бай қызға ғашық болған кедей жігіттің оқиғасы дейсіз бе? Кедей қыздың артынан жүгірген бай жігіттің хикаясы дейсіз бе? Бір өзі мафиямен қырылысып, магазинін ауыстырмай, 40 адамды қиратып тастайтын ер жүректің басынан кешкендері дейсіз бе? Гаремнен шықпайтын сұлтанның алдына келгеннің басын кесіп тастайтыны дейсіз бе? В общем, түрікте түсіретін хикая бітпеді, ал бізде оны қарайтын уақыт бітпеді. Tolga abi 35 taktım abi. Evet. 4'e 1. Oğlum sen zaten niye buradasın? 13 жыл бойы түсірілген Көкжалдар мекені телехикаясы соңында басты кейіпкер Полат Алемдардың өлтіретін адам таппағаннан кейін продюсер оны да түсіруді тоқтатып тастаған секілді. Өлімсіздік коды жазып алған басты кейіпкер пышақталса да, жанса да, суға батса да, граната жарылса да өлмейді екен. Gidiyoruz. Abi sniper. Халқым аман болсыншы деп мафияның арасына агент болып кіріп, мафияны бітірген Полат Алемдарды түсіндік. Бірақ отбасына келін болып келіп, отбасыны қиратып кеткен Ферхундині вообще түсінбедік. Қасиетсіз ит түбімізге жетті. Ошағымызды ортасына түсірді. Баламның басын жалмады, жалмауыз. Арсыз. Ай, осы түріктер сериалды қатырып түсіреді десек те, олар да өз телехикаяларын Голливудтың киноларынан алады екен. Бұған керемет бір мысал біздің арналар әлі көрсетпеген, аға мен ініні полиция мен мафия бір-біріне қырылыстырып қоятын «Ичерде» сериалы Мартин Скорсезенің The Departed фильмінен алынған. Что в команде завелся коп. Рано или поздно он узнает, кто я, и тогда мне конец. Я могу найти крысу. Дай мне сделать это по-своему. А если не сможешь, понимаешь, чем я рискую? Сценария дәл бірдей болмаса да, ұқсастықтар өте көп. Хикаяның түркшесінде екі ағалы інінің үлкенін полиция мафияның ішіне тығып жіберсе, кішкентайын бала кезінен ұрлап, полицияның ішіне тығып жібереді. İçeride misin? İçerideyim. İçeride misin? İçerideyim. Негізінде соңғы кездер көбейіп кеткен Барстың фильмдерінен алынған сериалдардың ең басында Эзель келеді. Сериалдардан алынбаса да Александр Дюманың Граф Монте-Кристосынан алынған Эзельдің бас кейіпкері сол біздің баяғы Юсуф Мироғлын ойнаған Кенан Имирзалоğlu. Менің атым Эзель. Бұл жерге кек алуға келдім. Сатып кеткен достарымен қызының кегін алған 1,5 сағат 35 серияда көрген болсақ, екінші сезонда оны түрмеде құтқарып алған Рамиз Көкеннің кегін алғанын тағы 1,5 сағат 35 серияда тамашалады. Сондықтан Көке, замандастарыңыздан ешкім қалмады. Бәрін ана дүниеге жібердік. Мен қалдым, бауырым. Мен қалдым. Бірқанша мемлекетте ең үздік телехикая жүлдесіне ие болған Эзель кейбір елдерде сценарий сатып алынып қайтадан түсірілді. Ал
Колодан кейін түрктер заманауи телехикаяларды түсіріп жалыққан болар. Бүкіл әлемді алақанында ұстаған Османлы империясының ең мықты сұлтандарының бірі Сұлтан Сүлейманның хикаясын гаремнен шықпайтындай етіп көрсетсе де, көпшіліктің назарын жинады. Тарих олай емес, бұлай көрсетіледі деген Мехмет Бозда Османлы империясын құрған Осман Газидің әкесі Эртурул Гази туралы телехикая түсіріп, бүкіл әлемнің назарын экрандарға жинап қойды. Бұл жолда да тұзақ күтіп тұрса, сол тұзақты өзің бұзасың жаратқан ием. Арыстарымның жанын алған тексіздерді тауып, кегімді қайтармай тұрып, жаным тала көрме. Осыншама қысқа мерзім ішінде сонша көп телехикая түсіріп қойған түріктер, оларды шетелге сатуда бірінші орынға шыққаны да өтірік емес. Кино түсіреміз. Керемет кино түсіреміз. Кино түсіруге 54 миллион доллар бөлінді. Бізді дүние жүзі көру керек. Дүние жүзі. Бүкіл әлем, шетел көреді біздің киномызды. Алайда жаңа шыққан платформа Netflix ақшаның бәрін сапалы телехикаяларға құйғалы бері түрік студиялары не болып кетті деген күйде қалды. Десе де Netflix түріктерге де ақша бөлді. Бірақ бөлген ақшалар эффекттерге жетпей қалды ма, сондай бірдеңе болды. Oğlum sen ne şekil bir adamsın ya. Ha? Sen ne? Меніңше телехикаялар мен өз мәдениеттерін әлемге танытып жатқан түріктер секілді тарихымызды танытамыз деп қуып кетпесек те, біз де сапалы фильм және телехикаялар түсіріп, өз мәдениетімізді танытуымызға күшіміз жетеді.